Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сүзбелі пирог жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Ұнды 53-тен өткізіп, оның үстіне сары майды алып, жақсылап ұнды үгітіп аламыз. Маймен үгітіп аламыз. Май бөлме температурасында болады, сонда жақсылап үгітіледі. Ұнымызды үгітіп болғасын, енді оның үстіне тағы да қант салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне қамыр қопсытқышты салып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Бәрін жақсылап араластырып болғасын, оның начинкасын дайындаймыз. Енді кезекте начинкасына бізге сүзбе керек болады. Оның үстіне қант салып, жақсылап осылай араластырып аламыз. Осылайша қантымыз бен сүзбемізді араластырып алғасын, үстіне тағы да 3 жұмыртқа салып, жақсылап блендермен езіп майдалау керек. Негізі мен де қазір осылай қолдан араластырып шықтым. Енді осылай листті алып, оның үстіне жаңағы дайын болған үгітілген қамырды салып, жайып аламыз. Жақсылап осылай араластырып, жайып аламыз. Азырақ қалдырып қоямыз. Енді жаңағы начинкасын оның үстіне жайып шығамыз. Енді осылай бәрін бетіне тегістеп жағып аламыз. Енді оның үстіне жаңағы қалған қамырымызды жайып шығамыз. Енді дайын болған пирогымызды 180 градуста 45-50 минут қойып, духовкада пісіріп аламыз. Өте керемет пирог дайын болды. Балалар сүйсініп жейді. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Құрметті көрермендер, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.